Алматыда Наталья Сац атындағы балалар мен жасөспірімдер театрының реконструкциясы қарқынды жүргізіліп жатыр. Мәдени нысандағы жұмыстар кешенді түрде іске асуда. Сыртқы қасбеттен бастап, сахнасы мен көрермендер залына дейін толық жаңғыртылуда. Театр аумағында қосымша жаңа ғимарат салынып жатыр. Бұл мәдениет ошағының мүмкіндігін кеңейтуді көздейді. Жаңа нысанда шағын сахна мен 220 орындық көрермендер залы қарастырылған. Жобаға қатысты қоғамдық пікірде көтерілген негізгі мәселелердің бірі ғимарат қасбетіндегі мозаика тағдыры. Ол сақталады. Қазіргі таңда 2000 жылдары жағылған бояудан тазартылып, бастапқы тарихи келбеті қалпына келтіріліп жатыр. Реставрация жұмыстарына мозаика авторларының бірі Юрий Функаринио қатысуда. Бұл тарихи нақтылықты сақтауға мүмкіндік береді. Осындай паннолар тек сыртқы қасбетте ғана емес, театрдың ішкі кеңістігінде де бар. Барлығы кезең-кезеңмен қалпына келтіріледі. Мозаикалар театрдың ғана емес, Алматы қаласының тарихынан сыр шертеді. Қайта құру жұмыстары аяқталысымен, театр тарихи келбетін сақтай отырып, көрермендерге есігін айқара ашады.